сізге. Рахмет. Китайдан келген оригинальный крем для рук для вас. Вау, күшті. Крем для рук. Қытайда өндірілген. Және орамал. Оралда өндірілген. Рахмет анашымда. Рахмет. Рахмет. Қандай күшті. Иә, демеген, иә? Аманатыңызды алдым. Енді Поэзияға кешіне қош келдіңіздер. мен орысша оқыдым, қазақша оқиын деп жатырмын. Қабыл алыңыздар. Қатты сынамаңыздар. Мөлдір ханымға сандуғаш болатынмын. Мөлдір ханым. Мөлдір ханым, менің музам, жан айнам. Өмірімде өзіндік бір бар байлам. Бейнеңізден түйгенім сол әйелге. Керек екен қырық шырақ сан айлан. Мен дәйелмін, мен тұлғамын, анамын. Тартсадағы сан сақтарға санамын. Тиістімін түк тұрып түк жүруге, деп кеудемді мен де билеп аламын. Қалдырмай ар парақшамнан көргенім, кинодағы рөлге өмір өрнегім. Сол үшінде болғым келіп жаныңда, бүгін осы кешке менде төрледім. Жасандылық таппадым еш бойыңнан, алдым қуат ашық жарқын ойыңнан. Қандай жақсы мен досында болғаным, табылғаным бұл сырласу тойыңнан. Келдік Орал қаласына. Қос-қос гүл құшақтап, шүкір Аллаға, осындай әдемі гүлдермен қарсы алған оралдық достар. Ал, қош келдік ағайын. Қош келдіңіз Орал. Көңіл қалай Орал? Мінеке осындай команданың ертең ірі ауқымды жобасы болғалы жатыр. Сол жерде бәріміз біріміз үшін, бәріміз үшін деп бірлесе жұмыс жасайын деп жатырмыз. Барлығы сәтті берекелі болсын. Қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Келдік. Мен Оралдамын. Қалдарыңыз қалай? Жаңа жыл туралы сұрап жатқан жандарға ақпарат бере кетейін. 29 желтоқсан күні өтеді Астанада Рикс қонақ үйінде. Бұл жердегі ерекшелік барлық Қазақстан бойынша барлық өңірлерден келетін кәсіпкерлердің басын қосу, бір-бірлерімен танысып, идея алмасып, партнер болып, өзінің кәсібін дамыту жолында жұмыс жасау. Ол жерде тек қана тамақ ішіп, билеп қана кету емес. Сондықтан да коллаборация деп жатады, нетворкинг деп жатады, танысып, ортаны үлкейтіп, түрлі идеялар қозғау ғой. Сондықтан да жаңа жылдық кеште бірге болыңыздар. Ол жерде фишкасы Риксіз қонақ үйін алып отырмын. Сол жерде орналасып, жайғасып, өз-өзіне демалып, спаға тегін түсіп, таңғы асқа бірге барып, бір жақын етене араласу мақсатында осында кеш ұйымдастырып жатырмын. Хабарласыңыздар, жақсы кеш болатынына сенемін, бұйырса алырса барынша жұмыс жасап